Бұл видео сізге инвестицияда миллиондаған теңгеңізді далаға шашудан құтқарады. Яғни сіздің инвестицияңызда бірнеше қателіктер болуы мүмкін. Жаңадан бастап жатқан адамдар әсіресе бірнеше қателіктерді жасауы мүмкін. Сол қателіктердің алдын алу үшін, сол қателіктер сізде болмау үшін арналған видео. Себебі ақылды адамдар негізі өзінің қателігінен сабақ алады. Бірақ дана адамдар біреудің қателігінен сабақ алады. Менің ойымша, менің Инстаграмда отыратын кісілер, менің ютубымды көретін кісілер көбіне даналыққа бағытталған кісілер болуы мүмкін. Сондықтан сіздер дана болыңыздар, басқалар жасап жатқан қателікті сіздер жасамаңыздар. Бұл қателіктерді мен қайдан алдым десек, ең біріншіден әлемде аспаннан салбырап түскен адам жоқ та, барлығы да қателік жасайды. Сондықтан кейбір анандай тәжірибелі инвесторлар бар. Ол кісілер өздері кезінде жасаған қателіктерін өмірінде осындай оқиғаларға жазған да бірнеше кітаптарда. Ол бар. Мен өз тәжірибемнен көрген қателіктер бар. Және менің Инстаграмда қарасаңыздар, 199 мың оқырман бар. 199 мың болатын шығар осы видео шыққанға дейін да. 199 мың оқырман бар. Маған күніне адамдар бір 500-600 адам әртүрлі сұрақтармен жазады, және олардың сұрақтарына қарап, немесе өздерінің акцияларын, портфельдерін суретке түсіріп жібереді. Олардың суреттеріне қарап, мен олардың жасап жатқан қателіктерін айқын көре аламын. Себебі мен бұл салада 2018 жылдан бері жүрмін, ал адамдарды 2022 жылдан бері оқытып жүрмін. Сондықтан мен қателіктерді бірден байқауға мүмкіндігім жетеді. Әрине, әлемдегі ең ақылды адам емеспін, сонда да бұл қателіктерді сіздерге айтып беруге, анықтауға әзірге экспертлігім жетеді. Біріншіден бұл өте танымал қателік біреудің пікірімен инвестиция жасау. Яғни біреудің пікірін естіп акциялар сатып алу. Ондай адамдар қалай жасайды да? Мысалы айтайық, ол адамдардың бірнеше этаптар болады. Біріншісі, өздері бір блогерді көріп жетті. Мысалы, мен сияқты блогерларды көріп жетті, ал мен өзімнің рилстарымда әртүрлі мүмкіндіктерді айтамын. Мысалы, мынандай облигацияны алуға болады, мынандай акцияны алуға болады, мына акция көтерілді, мына акция түсті. Осындай әртүрлі рилста енді мен ақпарат үшін барлығын айтамын ғой. Ал олар бір рилсті көреді да, ой, инвестиция деген осы екен, Еркебұлан бұл акцияны сатып алған екен, сондықтан мен де сатып алайын дейді да. Мысалы, Халық банктың акциясын үйіп төгіп ала салады. Бір ғана акцияны ала салады. Немесе басқа бір естіген бір акцияны сатып ала салады. Сөйтеді да, не өзінің жоспары жоқ, не стратегиясы жоқ, не ол жерде риск менеджмент жоқ, не диверсификациялық андай бір мақсаттары жоқ та, не басқа жоқ, қандай, не себеппен акцияны алып жатқандарын білмейді. Сөйтіп акцияны сатып ала салады да, содан кейін бірдеңе дұрыс емес болса, не өздеріне жауапкершілікті алғысы келмейді ғой. Маған жазады да, ой, мына акция қазір құлап жатыр ғой, мына акция көтеріліп жатыр ғой, мен сенің арқаңда керемет көтеріліп кетті, ой, саған сеніп алып едім, мына түсіп. Сондай әңгімелерді айтады да. Олардың барлығына мен кінәлі емеспін, немесе менің арқамда адамдар байып жатқан жоқ та ол жерде. Мен жай ғана ақпарат берем, ал ақпаратты кім қалай қолданады, соны өзі біледі. Ал негізінен жақсы инвестиция қалай болу керек? Инвестиция деген ол әрбір адамға индивидуальный зат. Бір адамның мінезі бар, оның айлық табысы бар да, табыс деңгейіне қарай әртүрлі портфельдер, әртүрлі активтер таңдалады да. Оның жоспары бар, әртүрлі адамдардың жоспарлары әртүрлі. Рискті қабылдамау дәрежелері бар, және басқа да әртүрлі аспектілер бар да. Солардың барлығын негізге ала отырып, адам өзіне ыңғайлы портфельді жасайды. Мысалы, $100 бір акцияны алуға мүмкіншілігі бар, мысалы, $50 ол алғысы келмейді. Немесе мысалы, $50 рискін қабылдағысы келмейді. Әрбір адамға әртүрлі болады, сондықтан жақсы инвестиция жасау үшін біз өзімізді дамытуымыз керек та, сол жерде өзімізге ыңғайлы акциялар таңдауымыз керек. Бұл бірінші қателік. Екінші, өзіне қазір керек болып тұрған ақшаны инвестиция жасау мүмкін. Мысалы, адам дейтін қаржылық сауаттылыққа көңіл бөлмеген, ал қаржылық сауаттылығы жоқ адам жақсы инвестор бола алмайды. Бұл априори факт. Ол үшін адам өзіне дәл қазір алдағы 5 жылда, алдағы 10 жылда керек болмайтын ақшаны инвестиция жасау керек. Сіз осы кезде сұрауларыңыз мүмкін. Еркебұлан, керек болмайтын ақша деген не әңгіме? Ақшаның барлығы керек қой деп. Бірақ ақшаның барлығы керек емес. Біз инвестицияға деп арнап ақша бөле аламыз. Мысалы, 200 мың теңге тауып тұрсыз ба, оның 10 мың теңгесін инвестицияға деп бөлсеңіз болады. Себебі 10 мың теңгені қайда кетіп жатқанын білмейсіз да сіз. Егер қаржылық сауаттылығыңыз мынандай қолға алып күнде есептеп жүрмесеңіз, мен гарантия беремін, сіз білмейсіз да.
енді сіз деп айтып жатқаным осы жерде көрермендер, егер де мысалы инвестицияның қателігін көремін деп осы видеоны көріп жатсаңыздар, значит сіздерге тоже бір анандай ғой, есептеуге, қаржылық сауаттылыққа деген сұраныстарыңыз бар да. Яғни сіздерден білмей қалуларыңыз мүмкін 10 000 теңгенің қайда кетіп жатқанын. Сондықтан сол 10 000 теңгені қазірден бастап дұрыс есептеңіздер да, керек емес бір 10 000 теңгені шығардыңыздар, соны инвестиция жасаңыздар. Все, ұмытамыз ол. Не болып жатыр, басқа болып жатыр, 10 жылға кеткен ақша да. Тағы келесі айда тағы 10 000 теңге, келесі айда тағы 10 000 теңге. Сөйтіп ұмытамыз, сөйтіп 10 жылдан кейін жаңа жиналған 10 000 теңгелеріміз бізді бүкіл ары қарайғы өміріміздің барлығын асырайтындай дәулет жинайды. Бірақ ол үшін сіздер керек емес ақшаны 10 жылға біреуге берген сияқты болуларыңыз керек та, ол уже сіздікі емес деген сияқты. Дәл осыны инвестиция жасаңыздар. Бұл екінші қадір. Үшіншісі, екіншіге ұқсас, бірақ чуть өзгеше. Инвестициядан қысқа уақыт ішінде нәтиже күтеді. Яғни, маған жазады, ой, Халық банктың акциясын алып едім, 3 ай болды, әлі пайдасы жоқ деп. 3 ай деген инвесторлар үшін ол уақыт емес. Кемінде 5 жыл. Кемінде 5 жылға инвестиция жасауымыз керек та. Әрине, түсінемін, трейдер болсаңыз, сіз бір күнде ақша табуыңыз мүмкін, бір жылда, 2 жылда, бір айда ақша табуыңыз мүмкін. Бірақ трейдер деген ол мамандық. Күндіз-түні тек қана трейдингмен айналысуыңыз керек. Ал біз инвестиция туралы айтып жатқандықтан, сіздің өзіңіздің жеке жұмысыңыз бар, табысыңыз бар. Сол табыстың бір бөлігін сіз пассивный түрде көбейтіп, болашақта пассив кіріске жеткіңіз келеді. Енді ол сондай оңай болса, бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде керемет бәрі байып кететін болса, неге елдің барлығы дейтін сол инвестициямен ғана өмір сүрмейді? Ондай сказки, ол ертегі да, ондай ертегі болмайды. Біз жақсы ақша табу үшін бізге біріншіден тәуекелді қабылдау керек, екіншіден бізде терпен, сабыр болу керек. Осы сабыр мен тәуекел ғана бізге жақсы ақшаны алып келеді. Ал сабыр деген ол уақытты күту керек. Бұл жерде жақсы көмектесетін дүние уақыт, ол сіздің досыңыз ретінде қабылдаңыз. Яғни уақыт сізге жұмыс жасайды. Уақыт неғұрлым көп өтсе, сіз соғұрлым байи бересіз. Рахат емес па да? Сондықтан аз уақыттың ішінде нәтиже күтпеңіздер, инвестициядан ұзақ уақытқа ақшаны салуға дайын болыңыздар. Төртінші, анализға сай емес, өздері білетін акцияларды алады да. Мысалы, өздері естіген. Мысалы, олар дейтін қандай? Apple-ды білуі мүмкін. Apple деген жақсы компания шығар, менде iPhone бар ғой, осының акциясын алайын дейді. Coca-Cola'ны білуі мүмкін. Супермаркетте Coca-Cola'ны көргем, осының акциясын алайын дейді. Каспи, бәріміз Каспи қолданамыз ғой, соны алайын дейді да. Ешқандай анализ жоқ. Бұл Каспидің табысы не болып жатыр, қаржылық жағдайы не болып жатыр, кіріс шығысы не болып жатыр, Coca-Cola'нікі не болып жатыр. Ондайлардың барлығын анализ жасамайды, просто естіген акциясы. Ол жерде, әрине, ол жерден де бұл инвестиция мүлде жасамағаннан гөрі жақсырақ. Себебі сізде хотя бір акция болады да. Бірақ одан да жақсысы, сіз анализ жасап, өзіңіздің мақсатыңызға сай келе ме осы акциялар, келмей ме? Бұл акциялардың болашағы не болуы мүмкін? Өткен 5 жылда қандай нәтижелер көрсетті? Кірісі не болды, шығыны не болды? Қарыздары бар ма, жоқ па? Осылардың барлығын көріп жүрсеңіз, сізге көбірек нәтиже көрсетуге, мықтырақ нәтиже көрсетуге көмектеседі да. Бесіншісі, жоспарсыз тек қана есіне түскен кезде ғана инвестиция жасау. Бұл да инвестиция мүлде жасамағаннан жақсы, бірақ жоспар болса, одан да жақсырақ жасау болады. Бұл қандай да? Мысалы, адамдар бүйтеді. Бір акцияны сатып алады, содан кейін біраз уақыттан кейін менің рилсымды қайтадан көріп қойды, инвестиция жасау керек еді қой дейді, тағы да акцияны сатып алады. Содан кейін ұмытып кетеді да, бір жерден есіне түсіп кетсе, қайтадан акцияны сатып алады. Қарасақ, ешқандай регулярность жоқ, дисциплина жоқ та. Бұл кезде әрине бізде жақсы бір стратегия бар, усреднение деген. Усреднениенің бір бар мүмкіншіліктерін қолдана алмайсыздар да. Ең оңай және ең жақсы стратегиялардың бірі, ол айдың белгілі бір күнінде сол акцияны сатып алып отырсаңыз, онда сізге мүмкіндігіңіз жоғары болады. Тіпті әрбір дүйсенбі күні сатып алам деп айына 4 рет сатып алсаңыз да болады. Ол да жоспардың бір түрі да. Сондай сатып алсаңыздар нәтижені жақсырақ және тұрақтырақ көрсетуге мүмкіндіктер болады. Алтыншы, инвестицияны тек байлардың ісі деп мүлде жасамай қою. Бұл енді өте жаман қателік. Адамдар ойлайды, инвестиция деген телевизордан көрген соң, ойбай, миллионерлер, миллиардерлер жасайтын дүние сияқты деп ойлайды. Бірақ сіздерге айтайын, мысалы, Халық банктың акциясы қанша тұрады? 150-160 теңге тұрады да Халық банктың акциясы. Мысалы,
Қазмұнайгаздың акциясы 10-11 мың теңге тұрады. Каспийдің акциясы қазір қанша? 43 мың теңге ма? 43 мың теңге тұрады. Ол сіздерге белгілі қазақстандық акциялар да, тіпті шетелдік акциялар. Кока-коланың акциясы где-то 60 доллардың шамасында тұрады. 60 доллар деген ол қатты көп ақша емес та. Apple-дың акциясы жаңағы айтқанда 180 доллар, 85 мың теңге тұрады. Яғни сіз тіпті 1000 теңгеден, 10 мың теңгеден, 100 мың теңгеден, 500 мың теңгеден, миллион теңгеден әрбір қанша ақшаңыз бар, соған байланысты инструменттер көп. Мысалы, Ford деген компания, білетін шығарсыздар, машина Ford Mustang'ты шығаратын да, 20 доллар тұрады компаниясының акциясы да, сондайларды алсаңыздар болады. Әртүрлі акциялар, главный просто зерттеңіздер, оқыңыздар және бастаңыздар. Бастаған өте жақсы. Және ең соңғы қателік, 7-ші қателік. Ол білім алмау. Яғни сіздер бір жерден көрдіңіздер, оны не оқуларыңыз келмейді, не зерттеулеріңіз келмейді. Ой, бірінші жасап көрейін, потом түсінемін деп аласыз. Жасап көресіздер, жолдарыңыз болуы мүмкін. Өткенде бір кісі жазып қойыпты, ой, осыны да оқытатын адамдар бар екен ғой, ха деп жазыпты. Себебі мен өткенде Халық банктың акциясын алдым. 3 айдың ішінде 141 мың теңге пайда көрдім. Оның не қиындығы бар деп айтады да. Да, жолы болған адам лотереядан да ұта алады да. Бірақ бір рет 140 мың теңге пайда таптың деген ол саланың ең оңай сала екен, немесе ең қиын сала екен. Кез келген адам дейтін керемет бай болып кететінін білдірмейді да, білім алмау керегін білдірмейді. Бір рет жолы болды, ертең дәл сол адам дейтін Халық банкты қайтадан алып 3 айда ақшасын жоғалтса, ой бай, осыны оқу керек еді ғой деп айтады да. Білім алу керек. Себебі бұл жерде біз стратегиямыз жасауымыз керек, диверсификация жасау керек, жоспар құруымыз керек, қаржылық менталитет дейді ғой да, психологиямен жұмыс жасауымыз керек, қаржылық сауаттылықпен жұмыс жасауымыз керек. Дәл осындай дүниелердің барлығын жасауымыз керек. Сондықтан білім алу керек. Бұл негізгі 7-ші қателік. Қазір тағы бір бонус қателікті айтам. Оға дейін сіздерге кішігірім хабарландыру. Негізі инвестиция саласы, қаржылық сауаттылық саласы ол Қазақстандағы барлық адамдарға керек та. Себебі адамдар инвестиция екен деп пирамидаға ақшасын салады да, содан ақшасын миллиондап жоғалтып жатыр. Қазақстанда миллиардтаған доллар алаяқтармен пирамидаларға кетеді. Сондайларға қарсы тұру үшін мен кішкене адамдар қаржылық сауатты болса екен деп осыны YouTube-қа да басқа жерлерге де видео түсірем. Ал бұл видеоларды көбірек адам көрсе, маған жақсы болатын еді да. Сондықтан сіздер лайк басыңыздар аямай, және поделиться деген репост деген кнопка бар ғой, соны басып туысқандардың WhatsApp группасына жіберіп қойыңыздар, себебі олар да ақырындап қаржылық сауаттылықтарын көтере берсін. Достардың WhatsApp группасына жіберіп қойыңыздар, көтере берсін. Олардың сіздерге рахмет айтады осы видеоны жіберген үшін да, дәл осындай. Және тағы бір кішігірім хабарландыру, мен 6 ақпан күні тегін вебинар өткіземін, как раз таки осы акция, облигация, инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбында, яғни осы салада үлкен көп ақша жинауға болады да, бірақ ол көп ақшаны жинау үшін 3 түрлі кедергі бар. Көп кездесетін 3 түрлі кедергі бар. Осы кедергіден дұрыс өткен адамдар пассив кіріске жете алады. Яғни осындай 3 түрлі инвестицияның, көп ақшаның 3 жауы деп аталатын сабақ. Соны өтеміз, және менің курсыма да жеңілдіктер болады. Инвестицияны қалай бастау керек, алғашқы қадамдарын да сол жерде айтамыз. Әлемдегі бар білімді айтпаймын, бірақ алғашқы қадамдарды көруге өте ыңғайлы. Бұл вебинарға тіркелу үшін осы видеоның астында описаниеда ссылка болады, соны басып WhatsApp группаға қосылыңыздар, немесе комментарийда закрепленный бірінші комментарий болады, сол жерге бассаңыздар WhatsApp группаға қосылсаңыздар болады. Ал енді бонус. Бұл енді өте көп кездесетін қателік, жауапкершілікті өз мойныңа алмау деген. Бұл енді тек қана инвестицияда емес, көп дүниеде келеді да. Жауапкершілікті өз мойныңа алмау деген, егер де адамдар жауапкершілікті тек қана өз мойнына алса, біреудің пікірімен инвестиция жасау, ақшасын дейтін аз уақытта жұмсап қою деген сияқты дүниелердің барлығын жасамайтын еді да. Сондықтан бұл фундаментальный, ең маңызды қателік деп есептеймін. Адамдар өмірде тек қана инвестиция емес, кез келген моментте, мысалы, бір затты көрді, мынау қымбат екен деп жауапкершілікті сатушыға жүктеп қоймай, ой, мынаны мен қазір ала алмай тұрмын деп жауапкершілікті өз мойнына алса, онда ол сұрақ қояды. Мынаны алу үшін мен не істеуім керек деп. Дәл сол сияқты инвестиция жасайды, кейбір инвестициялары ойдағыдай шықпай жатса, жауапкершілікті өз мойнына алса, ол ойлайды, так, мынаны былай жасау үшін, ойдағыдай болу үшін мен не істеуім керек деп ойлайды. Әйтпесе жауапкершілікті өзіне алмайтындар еркебұлан кінәлі. Мен соның видеосын көріп алып едім. Немесе нарық кінәлі. Қазір экономика бычыт болып, мына менің бычытым шығарып жатыр деп сөйтіп айтады да. Жоқ, жауапкершілікті өз мойнына алған адам білім алуға мүмкіндіктер болады. Сондықтан бонус осындай болсын. Ал осымен бұл видео тамам. Келесі видеоларды кездескенше сау болыңыздар.